осы атомияға келуімдегі алғашқы бір себептердің бірі туралы айтқым келіп отыр. Негізі көпке дейін ойлап жүргенмін осы туралы айтсам ба жоқ па деген сияқты, бірақ ешкімді мысалға бүйтіп задеть етіп неткім келіп отырған жоқ. Енді дұрыс түсінерсіздер деген ойдамын. Мен осы атомияда бастаған кезімде, алғашқы кезде енді өзімнің кругым аз болды да, уже декретте отырғаннан кейін көп шықпайсың, тем более екеуде кішкентай далаға шығып жүру деген қиын да. Содан енді больницаға барасың, врачтарыма барам, қараласың, босанғаннан кейін балаларды да қаратасың, сөйтіп өзімнің врачтарыма рекомендовать етіп бастаймын ғой. Мен осы атомия деген компаниямен айналысып жатырмын, вот бірдеңкелер аласыздар ма, анау мынау деген сияқты. Енді олар өздерінің обратная связь айтады, ой мен анасын қолданғам, мынасын қолданғам. Содан өзімнің врачыма предлагать ете бастаймын. Соны айтады, осылай пенкасы күшті деп, айтады да, умывалканы айтады. Содан ол 3,5 мың теңге ғой. Сосын мен айтам, мен ол кезде жарайды дей саламын. Содан келесі жолы тағы барам, врачқа, өз больницаға қаралып жүрген кездерім болған. Сол кезде тексеріліп, сол кезде тоже барам врачыма, айтам, вот, давайте пенка алып көріңіз деп. И ол кісі маған не деді, ренжімеші, менде қазір ақша жоқ, мен ала алмаймын деп сөйледі. Сол кезде мен басыма тік ете қалады ғой. Бәленбай жыл врач болып жүріп, өзіңе 3,5 мың теңгелік умывалканы позволять ете алмасан, неге сен биш болып жұмыс жасайсың? Реально врачтар как биш сияқты жұмыс жасайды ғой, реально солай ғой. Просто адамдар ойлайды, ақылаты кетті деп просто отырады деп. Хотя жұмыстары өте ауыр, бастықтар мына жақтан қысады, пациенттер мына жақтан қысады деген сияқты. Если сен өзіңе, мысалы сен врач болып істейсің, но елге жақсы айтқанға да, мысалға сөз қылып айтқанға жақсы, вот, ол врач болып істейді, деген сияқты. Но у тебя работа мынаншама, еще мизерная зарплата. Қазіргі кезде тем более бәрі қымбаттап жатыр, зарплатасын жыл сайын көтереді деп айтады, но если сен сондай өзіңе нәрселер позволять ете алмасаң, үйіңнен аспайтын ақша болса, я не думаю, что это стоит так работать. Сол үшін қазір байқасаңыздар, көп врачтар, в основном врачтардың көбімен ылғи байқаймын, даже мен частный клиникаға барғанда да байқағам, көп адамдар сетевой бизнесті іздейді екен. Онлайн бизнес, пиндодо бола ма, сетевой бола ма, білмеймін, әр түрлі тағы да табыс табудың жолын іздейді адамдар. Бүгін міне тура сондай жағдай тағы болды. Содан, мен ойлап жүрем, жұмысқа шығайын енді деген сияқты, енді бір жағынан шығысып күйеуіме деген сияқты ойлар келе бастаған негізі басыма. Сосын бүгін біздің сокурсник бала жазады ғой, что-то бизнесің қалай жүріп жатыр, анау мынау, біз айдан айға зарплатамызды күтіп жүреміз, енді бірдеңкемен айналысу керек типа дейді да. Соны ойлаймын ғой, ё-моё, осы декрет маған андай мүмкіндік беріп отыр да, Алла тағаланың мүмкіндігі деп ойлаймын, который сен қазір үйде отырсың, демалда, өзің бірдеңкемен айналыс деген сияқты. Ол врачтың зарплатасымен ұзаққа бармайсың. Айдан айға тіршілік еткім келмейді мен, мысалға, лично өзім. И ойлаймын ғой, мен дұрыс шешім қабылдадым, дұрыс келе жатырмын деген ойдамын. Әлі өсеміз, ранг жақпай қалып кішкене апатия болып жүрмін.